Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Бүгін Жетісу Ақтөбе арасында өте керемет матч болайын деп тұр бұйырса. Осы матчқа арнайы Алматыдан Талдықорғанға шамамен 250 шақырымды артқа тастап келдік. Бұйырса өзіміздің сүйікті ақылғанымыздан жеңіс күтеміз. Қазір екі жақтың құрамымен таныстырып жатыр. Маған осындай пресс аккредитация берді. Сіздерге осы жақтың атмосферасын барынша жеткізуге тырысамын. Бірнеше минуттардан ойын басталады. Ойыншыларының алаңға шығуын күтіп тұрмыз. Ал ойын басталды. Алға Ақтөбе. Мына жақта Талдықорғандық Жетісу командасы жанкүйерлері жолда синий деп айқайлап жатыр. Ал біздің жанкүйерлер әрбір қалаға осылай Ақтөбенің атын шығарып келіп жүреді. Ақтөбе жанкүйері болмаған ешқандай матч жоқ шығар. Әзірге осындай стадионда ойнап жатырмыз. Біздің Қазақстанда қашан дамиды екен деп ойлаймын да, мысалға. Мына жерде басталады да ойын алаңы. Ал жанкүйерлер шамамен жарты шақырым жерден қарайды. Өте өкінішті әрине. Ақ қызылдар қауіпті шабуыл жасауда. Топ Самародовта. Өте қауіпті болды. Мен алда жүрдім. Стандарттық жағдай. Самародов көтерді. Доп қақпашының қолын табылды өкінішті. Орай Жетісу гол салып кетті, бірақ офсайд деп жатыр ма? Қазір VAR арқылы білетін боламыз. Біздің қуанышымызға орай Қапталдағы төреші офсайд деп шешім қабылдапты. Ойынды ары қарай көрейік. Жол енді таза гол. Талдықорғандық Жетісу командасы бірден шабуыл жасап гол салып кетті. Талдықорғандық жанкүйерлер мәз. Есеп 1-0, ары қарай не болатынын көреміз. Негізі ойынның алдында көптеген адамдардың айту бойынша біздің енді басты демеушіміз Олимпет болғандықтан Қазақстан футбол лигасының бүгін сол Олимпетке ойнау мүмкін деп айтқан болатын, бірақ мен ол пікірмен келіспеймін. Әрбір командаға ұпай аса маңызды. Әзірге енді 1-0 отырып жатырмыз. Жеңу керек, қалай болса да жеңу керек. Себебі тіпті ничья болып, тең түсіп те ұпайдан айырылуға болмайды. Себебі алдағы уақытта соңғы турларға жақындаған кезде чемпион болуға осы ұпайлары жетіспей қалуы мүмкін. Ары қарай ойын тамашалайық. Өзіміздің сүйікті командамыздан гол күтейік. Жанкүйерлік ұранның аз болғаны қиын қоя. Негізі мына жаңа Талдықорғанның жанкүйерлері жарты сағат болған шығар. Жолда синий, хей деп жатқан. Еще байқағаным тек Талдықорған, Жетісу, алға, биікте, самға дейме. Содан басқа қазақша ешқандай ұрандар жоқ екен. Болай ойланам ше, мақтанам өзіміздің Ақтөбемізбен. Себебі жаңа қарап отырмын да, бір-біріне ұқсамайды, бір нәрсені қайталап айтып жатқан жоқ біздікілер. Мүлдем басқа мысалға аудандарды таныстырып жатыр. Біздің Ақтөбенің аудандары, мысалы Хромтау деген сияқты, Темір деген сияқты. Басқа КПЛ-дің, QFL-дің командаларында ондай негізі ұрандар жоқ қой. Мысалға Ордабасы, Техас болғанда айтпайды, мысалы Ленгер деп ондай естіген жоқпыз да. Қазығұрт дегенде тек қана бізде бар. Әр минут сайын әр түрлі команданың қолдаудағы ұрандарды түрлі қылып жеткізіп айқайлап өзіміздің командамызды қолдап жатыр. Давай, хоп, мен қателеспесем осы 3-ші рет па 4-ші рет па естіп жатырмын. Әдемі өтті, бірақ бас бөлгенде қателесті, бірақ Ромеро
Ай! Амеро. Доп айтанада. Богдан в ТЖЛу. Самородов, не стесни Самородов. Хап. Самородов бүгін көп алдасып болған сияқты. Опумаста. Ох! Не oldu? Симулянт деп Жетісудың жанкүйерлері айқайлап жатыр. Умай былай ұрт деп түсіндіріп жатыр. Қазір енді сөйлесе егер тәртіп бұзылған болса, шынымен вардағы көмекшілер арқылы біліп хабарлайтын болады. Әзірге жауабын күтіп отыр ойыншылар. Кеше ойын тәртіп бұзылмады деді. Артынша осындай бұрыштама добы ол да сәтсіз аяқталды. Бірақ екіншіден мен тағы да шабуыл жасауға мүмкіндік бар. Үшіншіден мен жарайды. Осымен бітті. Төртіншіден жоқ. Жетісудың қақпашысы Сюкаев өзінің командаластарына нұсқау білдіріп жатыр, нұсқау көрсетіп жатыр, айқайлап. Осының ғана даусы қатты естіп тұр қазір. Алдыңғы ойында, Қайрат пен Жетісу ойында 2 пенальти қаққанын білеміз. Сюкаев өте жақсы қақпашы, бірақ біздікілер сол қақпадан саңылау таба алады ма, онда уақыт көрсетеді. Ойынның бітуіне шамамен 2-3 минут қалды. Әзірге есеп өзгеріссіз. Жеңіс әзірге алаң иелерінің еншісінде. Қосымша қосылған 2 минут бар. Шацкий! Сол 2 минут ішінде жетісулықтар қауіпті шабуыл жасап үлгеріп жатыр. Тайм аяқталды. Ойыншылар киім ауыстыру бөлмесіне бапкердің нұсқауын тыңдауға үзіліске кетті. 15 минуттағы ойынды жалғастырамыз. Ойыншылар осындай табиғи алаңда ойнап жатыр. Жалпы негізі жағдай жаман деуге келмей алаңның, бірақ стадион сәл-пәл осындай беговой дорожкасы болғасын өкінішке орай ғой. Бүгінгі қазақ футболының жағдайы осындай болып тұр. Мен мына жерде айтып тұрған жоқ, мен мынаны айтып тұрмын. Артында осы енді ойланып қарасам 21-ші ғасыр LED экранда неше түрлі нәрселер қойып жатыр, бірақ біздің Қазақстан футбол лигасында осындай әлі қағаз, өкінішке орай осындай LED экрандар жасамай қалыпты. Былай қарасақ күлкінішті негізі. Мына астында көріп тұрған шығарсыздар, қағаз бар, счеттар тұр. Егер гол болған кезде ауыстырады сол сандарды. Қызық. Екінші таймды бастаймыз. Әзірге есептен жеңіліп жатырмыз, бірақ біздің жігіттер салат деген ойдамыз әлі де. Бірақ менің ойымша что-то ішім сезіп бастап жатыр. 2-1 біздің ақтөбеліктердің еншісінде болады деп ойлаймын. Жеңістен күдер үзбейміз, үміт күтеміз. Қауіпті стандарт шабуыл, Максималов көтерді. Гол! Есеп көріп тұрғандарыңыздай 1-1 Ақтөбе футбол клубының қорғаушысы Барач есепті теңестірді. Біздің жанкүйерлер Зига-Зага деп айқайлап жатыр. Наледегадан Ақтөбенің голын күтіп отыр екен. Ақтөбе гол салған бойда қосылды. Әйтпесе мынау ұят болып тұрды. Алаңға Ромероның орнына Оразов шықты. Көптен күткен. Жақында ғана бан қойылып, қайттан алынған білетін боласыздар. Бүгін енді ойынға шығып жатыр. Сәттілік, міне қазір доп Оразовта. Оразов ойында жанданған сияқты. Бұл жерде
ойын тәртібі бұзылған жоқ. Медициналық көмекке жүгіну қажет. Қайыпқа сары қағаз көрсетілді. Стимуляция жасаған үшін деп айыптап жатыр. Енді бұл шешімі қаншалық дұрыс екенін білмеймін. Себебі үшін маған ойын тәртібі бұзылғандай болып көрінді. Сүйіктер қосалып кетті, өкінішке орай. Біздің жігіттерге жиналып, гол салуға ниеттенбесе, әйтпесе жағдай қиын. Немесе тең түсеміз, немесе жеңілеміз. Әлі 20 минут уақыт бар, үлгеру керек. Жігіттерге тездетпесе болмайды. Қазір бұрыштама добын орындайтын Рамазан Оразов, қасында Максим Самаров тұр, оған берем екен, жоқ, көтерді. Қауіпті емес. Қалғандықтар тағы да қауіпті шабуыл жасауда. Бұл жолы әйтеуір біздің қорғаушылар допты шығарды. Аққызыл құрамамызға қарағанда алаң иелері көптеген қауіпті шабуылдар жасап жатыр. Біз үшін ол өте қате нәрсе, сондықтан біздікілер тезірек салуымыз керек. Есеп теңестіріп, жеңіске деген алғашқы қадамын бастау керек. Әйтпесе уақыт шамамен 10 минуттай қалды. Уақыттың бітуіне 5 минуттай қалды. Осындай стадион, айтпақшы, мен көрсетпеген сияқтымын. Стадионның жағдайы осындай. Жалпы негізі Қазақстанның көптеген қалаларында стадион шамамен осы деңгейде. Тек ірі 4-5 стадионды есептемегенде. Екінші таймға қосымша 5 минут қосылды деп хабарлап жатыр. Жігіттерге кем дегенде Ақтөбеге 1 ұпай алып қайту үшін тең нәтиже көрсету керек. Ол үшін 1 гол қажет. 2 голға уақыт болады ма, оны білмеймін, бірақ ең басты осы бірінші голды салып алса, содан кейін ойын көрсете жатады. Бірақ әзірше жағдай өте қиын. Сонда қауіп шабуыл. Өкінішке орай ешкіміз жоқ. Халық түрде осылай уақыт сөзі басталады. Шабуылда соңына дейін аяқтауға мүмкіндік бермеді. Өкінішке орай осымен ойын бітті. Ақтөбе футбол клубының сезондағы ең алғашқы жеңілісі Жетісу футбол клубынан болды. Өте жақсы ойын болды деп айта алмаймын. Шамасы қайратпен ойыннан кейін біздікілер сәл екінсіп кеткен сияқты. Жігіттердің көңіл күйі жоқ десек болады. Әрине қуаныш жағдай болған жоқ.